Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен духовкада дайындалатын тағы бір тағамның түрін ұсынбақпын. Бұл өте тез дайындалады. Бәрін араластырасыз да сала саласыз. Болды. Бір жарты сағат, ары кетсе 40 минут тұрады. Сондай керемет тағам болады. Қалаған көкөністеріңіздің барлығын осы жерге салып, етін қосып жіберіңіз кішкентай. Сөйтіп сала салсаңыз, асығыс кезде сондай тамаша дайын болатын тағам. Қазір сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Біз 200 грамм шегілген ет алдық. Сосын 2 бөлік 200 граммдай асқабақ алдық. Бір пиязымыз бар. 2-3 картоп алдық. Мынау ірімшік бетіне себілетін бір қызанағым бар еді. Қызанақ алдым. Бір бұрыш алдым. Сосын мынау 300 граммдай, 300 миллилитрдай сұйық майға 2 қасық томат салып қойдым. Араластырып қазір үстіне құюымыз керек. Енді мынаның барлығын майдалап турап алайық. Міне бәрін турап қойдық. Асқабағында, пиязында, көк пияз қосып жіберейін дедім. Бұрышында, қызанақты да бәрін турадық. Енді бұл жерге мынау тұзын, бұрышын, дәмдеуіштерінің бәрін қосу керек. Енді бұл жерге мынау сұйық май мен томаттың қосылған қосындысын қосу керек. Бәрі дұрыс қосылмаса да ішке барғасын қосылады бәрі. Тұқақ бар аралығында. Міне енді бұны әдемілеп араластыруымыз керек. Қолмен әдемілеп араластырып, дәмдеуіштерінің бәрі біркелкі болу үшін өстіп араластыруымыз керек. Міне, қараңыз, бәрін араластырып қосып жатырмыз. Еті де бар, картофы да бар, асқабағы да бар, дәрмендерінің бәрі бар, ағзаға қажет. Енді ол қазір духовка пеште бір жарты сағат тұрады. Соның керемет тағам болады. Бұл жерге байылды қоссаңыз да болады. Бұл жерге сәбіз қоссаңыз да болады. Өзіңізге байланысты, фантазияңызға байланысты не қоссаңыз да болады. Тауықтың етін қоссаңыз да болады. Енді осы тұрысына қазір біз бір 200 граммдай су қосып жібереміз. Осылай су сөйтеміз да духовкаға барады. Міне қазір суын қосып жібердік. Мына духовкаңыз қызып тұру керек бұл кезде. Міне қараңыз. 40 минут тұрды духовкада. Міне қараңыз. Бөліп сала беріңіз. Керемет дәмді тағам болған. Тез піседі. Міне қараңыз. Осы менің әдісім ұнаса, осылай да жасап көріңіздер. Духовкада жасалатын тағамның түрі бар, миллион түрі бар шығар. Соның тағы бір түрін бүгін жасап көрдік. Енді осы әдісті көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әрбір комментарийларыңызға мен жауап беріп жүрмін. Олар мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.